Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз үйге арналған және қызыма арналған заттарға распаковка жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Видео басталмас бұрын менің арнама тіркеліп, жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Алда керемет қызықты видеолар мен распаковкаларды сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Ең бірінші осылай заттарды босатып жатырмын. Босатып болғаннан кейін барлығын жеке-жеке сіздерге көрсететін боламын. Міне мен барлығын босатып жатырмын пакеттен. Міне босатып болдым. Ендеше бізде ең бірінші зат ол осындай қызыма арналған детский порошок. Гипоаллергенный болған үшін осы порошокты қолданамын. Ендігі зат ол бізде влажный, әрине де. Мен қызыма влажный салфетканы артығымен аламын. Міне сіздерге көрсетіп жатырмын қандай түрінен алғанымды. Мына жерде нақтылап көрсеңіздер болады. Осы екі түрінен алдым. Және мына жақта тағы да видеода көрсетіп жатырмын. Жалпы бұл салфеткалар ұзаққа жетеді, маған ұнайды. Сол үшін де мен осы салфетканы үнемі алып отырамын. Ал бізде келесі зат ол осындай қызыма арналған осындай овощ ойыншық. Қызыма әдейі ерекше ойыншықтан таңдап алдым. Және ол үйге осындай розетка, удлинитель деп айтасыздар ма, сіздерде қалай айтады, комментке жазып кетіңіздер. Және осындай ойыншық алдым қызыма. Түрлі түсті, ойнағанға керемет, қызықты. Барлығымыздың бала күнде ойнаған ойыншығымыз шығар. Және осындай аяқ киім алдым. Бұл жолдасым алған болатынмын. Сіздерге нақтылап көрсетіп жатырмын. Сапасы жақсы, бағасы да қолайлы. Және бізде ол осындай арналған, үйге арналған мусорный пакет. Барлық үйге керекті заттардың бірі. Және Варфейри. Осы түрін ұнайды маған, жақсы көпіреді, сол үшін осы түрін әрдайым таңдаймын. Одан кейін бізде тағы да салфетка. Салфеткадан көп алдым мен енді. Содан кейін ол осындай сүлгі дейін ба, сіздерде қалай айтады. Осындай міне качествосын сіздерге көрсетіп жатырмын. Осындай одан кейін ойыншық міне тағы да живую. Және жаңағы сүлгіміздің фотосы. Соңғы зат ол бізде осындай қызыма арналған каша. Қазір қызым менің осындай кашаны қосымша тамақ ретінде жеп жүр. Сау болыңыздар.